Сабақтың тақырыбы киберқауіпсіздік. Сабақтың мақсаты ақпараттық жүйелер мен желілерді қорғау тәсілдерін, қауіптердің түрлерін және заманауи қорғаныс технологияларын меңгерту. Студенттерге кибершабуылдардан қорғанудың теориялық негіздерін және практикалық әдістерін үйрету. Ақпараттық қауіпсіздік саясатын құрастыру қабілетін дамыту. Ақпараттық қауіпсіздіктің қамтамасыз ету. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ең маңызды құраушысы қауіпті анықтау және оның жіктелуі болып табылады. Ақпараттық қауіпсіздікке қауіп төндіруші қорғалған ақпаратқа қауіпті тудыратын қандай да бір факторлар мен жағдайлардың жиынтығы. Ақпараттық қауіпсіздіктің ақпараттың құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін қорғау. Құпиялылық ол тіркелген пайдаланушыға ғана ақпараттық ресурспен қолжетімді. Тұтастылық ол ақпаратты жіберу немесе сақтау үрдісінде өзгермеуі. Қолжетімділік ол уақыттың әрбір сәтінде тіркелген пайдаланушыға ақпараттық деректерді алу және пайдалану мүмкіндігін анықтайтын ақпараттық ресурстардың қасиеті. Желілік қауіпсіздік. Желілік қауіпсіздіктің бұл орындауға рұқсат етілмеген қолжетімділіктен желілік ресурстарды қорғауды қамтамасыз ететін өндірістердің компьютерлік желілерінің инфрақұрылымына және саясаткердің онымен жұмысымен ұсынылатын талаптардың жиынтығы. Ақпараттық қауіпсіздіктің ақпараттың құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін қорғау. Құпиялылық ол тіркелген пайдаланушыға ғана ақпараттық ресурспен қолжетімді. Тұтастылық ол ақпаратты жіберу немесе сақтау үрдісінде өзгермеуі. Қолжетімділік ол уақыттың әрбір сәтінде тіркелген пайдаланушыға ақпараттық деректерді алу және пайдалану мүмкіндігін анықтайтын ақпараттық ресурстардың қасиеті. Ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қауіптің жіктелуі. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігіне төндіретін қауіптер. Ақпараттың құпиялылығын бұзатын, ақпараттың тұтастығын бұзатын қауіптер. Кездейсоқ әсер ету, ішкі қауіп. Жүйенің қолжетімділігін бұзатын қауіптер. Әдейі әсер ету, сыртқы қауіп. Ақпараттық қауіпсіздіктің аумағындағы стандарттар. Қызыл-сары кітап жалпы критерийлері. Ұйымдастырушылығы және ұйымдастыру техникалық шаралар жүргізу ақпараттың сыртқы кететін жаңа арналарында дер кезінде табуға, оларды бейне тараптандыру шараларын қолдануға, қорғаныс жүйелерін толық жетілдіруге және қауіпсіздік режимін бұзу әрекеттеріне жедел қарсы шара қолдануға мүмкіндік береді. Қатерге талдау жүргізу қауіпсіздік саясатын қалыптастырудың негізгі кезеңі болып табылады. Компьютерлік қауіпсіздік есептегіш құрылғылар, сондай-ақ компьютерлік желілерді және көпшілік желілерді, интернетті қоса алғанда қорғау үшін қолданылатын қауіпсіздік шаралар. Жүйелік әкімшілердің қызмет өрісі барлық үрдістер мен механизмдерді, олардың көмегімен цифрлық құрал-жабдықтар, ақпараттық өріс және қызмет кездейсоқ немесе рұқсат етілмеген кіру, өзгерту немесе деректерді жоюдан қорғалады және дамыған қауымдастықтан компьютерлік жүйелердің тәуелділігінің өрбуіне байланысты көптеген маңызға ие болды. Қорыта келе, заманауи әлемде ақпараттық коммуникациялық ортаны пайдалану арқылы қызметтер және сервистерді көп пайдалана бастады. Осыған байланысты сыртқы көріністер көбеюде. Сондықтан ақпараттық қауіпсіздігіне көп көңіл бөлінуде. Байланыс каналдары арқылы ақпаратқа рұқсатсыз қолжетімділік, ақпаратты ұстап қалу, ұрлау, алу, радио қабылдағыш құрылғылар, акустикалық ақпараттар орамының құрылғысы, компьютерлік желілер мен телекоммуникацияны бақылау арқылы сигналдарды ұстап алу, байланыс кабельдері арқылы ақпаратты орамның құралы сияқты техникалық барлау құралымен жүргізіледі.